Қайырлы күн достар, химия 8-ші сынып химиялық элементтердің периодтық жүйесі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын қарастырамыз. Екінші нұсқасы каналда тұр, немесе сілтемесі көрсетілген. Оқу мақсаттары көрсетілген, келесі тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма. Алып қойған сөздерді бос орынға жазыңыз. Химиялық элементтер қасиеттерінің период және топ бойынша өзгеруі заңдылық. Әрбір период сілтілік металдан басталып, инертті газдан аяқталады. Олардың период бойынша металдық қасиеттері кемиді, бейметалдық қасиеті артады. Топ бойынша жоғарыдан төменге қарай металдардың бейметалдық қасиеті кеміп, металдық қасиеттері артады. Келесі тапсырма. Химиялық элементтердің периодтық кестесін қолдана отырып, үшінші периодта орналасқан сыртқы деңгейінде 3 электроны бар элементті анықтаңыз. Үшінші периодта орналасқан дейді, ол мінекей. Және сыртқы деңгейінде 3 электронның болуы оның топ нөмірін көрсетеді, яғни үшінші топ. Үшінші период, үшінші топта орналасқан элемент бізде алюминий. Алюминий. Екінші А топшасында элементтердің сыртқы деңгейінде электрондар саны. Екінші А топша десе, демек ол мына топ. Екінші топ А және Б болып бөлінеді. А топшасындағы элементтердің бір ерекшелігі, олардың сыртқы қабатындағы электрон сандары бірдей, және ол топ нөміріне сәйкес. Демек жауап 2. Сыртқы электрондық қабатында электрон саны бірдей болу үшін, олар жаңа айтылғандай бір топта орналасу керек. Сондықтан біз бұның жауабын бір топта орналасқан элементтерді іздеу арқылы табамыз. Литий бізде бірінші топта орналасқан, мінекей литий. Көміртек бізде 4-ші топта орналасқан. Оттек бізде 6-ші топта орналасқан. Натрий 1-ші топта орналасқан. Алюминий 3-ші топта орналасқан. Фосфор 5-ші топта орналасқан. Не фосфор. Және калий натрийдің астында 1-ші топта орналасқан. Демек, бұның ішінде ортақ барлығына 1-ші топ. Сонда жауабы 1-ші топтың элементтері олар литий, натрий және калий. Барлығының сыртында бір электроннан бар. Келесі тапсырма. Галогендер табиғи ұяластарына жататын элементтердің тобы мен топшасын жазыңыз дейді. Галогендер деп біз фтор, хлор, бром, йодты айтамыз. Яғни олардың тобы мен топшасы 7-ші А топ. 7-ші А топ. Келесі тапсырма. Галогендер табиғи ұяластарына жататын элементтерді жазыңыз дейді. Олар фтор, хлор, бром және йод элементтері. Келесі, галогендердің сыртқы энергетикалық деңгейінде электрондар санын сутекті қосылыстарда валенттігін көрсін. Сыртқы энергетикалық деңгей электрондар саны жаңа айтылғандай топ нөміріне тең. Демек, сыртқы қабатында 7 электрон бар. Және оның сутек қосылыстарында валенттігі, яғни барлық элементтер тұрақтылыққа ұмтылады деп айтамыз. Яғни сыртқы қабатына 8 электрон жинауға тырысады. Яғни бұлардың сыртында 7 электрон бар, 8-ге біреу жетпейді. Және сутекті қосылыстарында олар сутекпен байланыс түзеді. Сутектің электр терістілігі 2-1, ал бұлардың электр терістіліктері одан жоғары. Сондықтан сутекпен байланысқан кезде олар сутектің электрондарын өзіне қосып алады. Және бұларға неше электрон сияды? 7 электрон бар, 1 электрон керек. 1 электрон қосып алатындықтан олардың қосылыстағы валенттіліктері сутекті қосылыстағы 1-ге тең болады. 1-ге тең. Келесі тапсырма. Периодтық кестені қолдана отырып, алюминий, натрий, магний металдарының қасиеттерінің арту ретімен орналастырыңыз. Металдық қасиетін артуымен орналастырыңыз дейді. Металдық қасиет деген электронды беру қасиеті. Яғни металдық қасиет электронды беру. Сонымен алюминий, ол бізде міне, натрий, міне, және магний металдық қасиет. Енді металдық қасиет дегенде бұлардың атом радиустарына қараймыз. Атом радиусы неғұрлым кіші болса, ол электронын қиын береді. Атом радиусы неғұрлым үлкен болса, ол электрон болмай береді. Бұл берілген 3 элемент бізде бір периодта берілген. Ал период бойынша атом радиустары оңнан солға қарай артатындықтан металдық қасиет осы бағытта артады. Сондықтан металдық қасиеттің ең күштісі ол натрий. Металдық қасиеті аздау ол орташа ол магний. Және металдық қасиеті ең азы ол алюминий. Сонда алюминийдің металдық қасиетінен магний металдық қасиеті артығырақ, магнийға қарағанда натрийдің металдық қасиеті үлкенірек. Жауап осылай болады. Берілген элементтердің бейметалдық қасиетін салыстырыңыз. Енді бейметалдық қасиеті. Фосфор және азот қараймыз. Фосфорымыз міне, азотымыз міне. Яғни бір топта тұр екеуі. Топ бойынша атом радиустары жоғарыдан төменге қарай артып тұр. Демек, бұл бағытта бейметалдық қасиет кемейді. Яғни азоттың бейметалдық қасиеті күштірек, фосфордың бейметалдық қасиеті азотқа қарағанда азырақ. Сонда бейметалдық қасиеті артық азоттікі. Енді кремний мен хлорды. Кремний және хлор. Бұлар бір периодта тұр екен. Кремний
және хлорды салыстырамыз. Период бойынша солдан оңға қарай атом радиусы кемейтіндіктен осы бағытта бейметалдық қасиет артады. Яғни хлордың электронды қосу, тарту қасиеті күштірек. Мінекей осы тапсырмалардың барлығына дескриптор бойынша 12 балл беріледі. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін.